Берлинде ерекше музей бар. Онда жылан етінен бастап жаңа туған тышқаннан жасалған экзотикалық тағамдар қойылған. Бірақ көпшілікті таңғалдырғаны сол тізімде қазақтың қымызы да жүр. Таңданарлық оқиғаны бүгін бірге талдасақ. Жиіркенішті тағамдар мұражайы алғаш рет 2018 жылы Швецияның Мальмö қаласында ашылған. Кейін 2025 жылы оның лицензиялық көрмесі Берлинде іске қосылды. Бүгінде экспозицияда әлемнің әр елінен жиналған 100-ге жуық тағам бар. Музей өкілдерінің айтуынша жобаның мақсаты ешбір мәдениетті кемсіту емес, жиіркеніш ұғымының субъективті екенін көрсету. Осы тұрғыдан алғанда қымызда экспозицияға енген. Батыс аудиториясы үшін ол бейтаныс өнім ретінде қабылданады. Көрмеде швед және солтүстік еуропалық тағамдар да ұсынылған. Олардың қатарында тұзды лакрица, хаукарль сияқты өнімдер бар. Олар жергілікті халық үшін үйреншікті болғанымен, шетелдік келушілер арасында түрлі реакция тудырады. Қымыз Мальмö мен Берлиндегі экспозицияда көрсетілгенімен дегустация тұрақты емес. Мальмöде жеткізілімге байланысты қазір берілмейді, ал Берлинде бір рет ұсынылып, келушілердің қызығушылығын тудырған екен. Музей өкілдері орталық Азия тағамдарын кеңірек таныстыруға дайын екенін айтады. Алайда әр өнім көрме тұжырымдамасына сай әрі мәдени тұрғыда дұрыс ұсынылуы қажет. Жоба авторларының пікірінше біреуге жиіркенішті көрінген тағам екіншісі үшін қалыпты ас болуы мүмкін. Осы арқылы олар мәдени айырмашылыққа деген көзқарасты кеңейтуді мақсат етеді. Орайы келгенде қымызға қатысты құнды тарихи дерекпен де бөліссек. Қымызды ғылыми тұрғыдан зерттеу 19 ғасырдан бастау алады. Бұл бағыттағы алғашқы зерттеушілердің бірі қазақ дәрігері Әміре Айтпақин. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1892-1893 жылдары Томск император университетінде профессор Судаковтың жетекшілігімен ғылыми жұмыс жүргізген. Кейін осы еңбегін қорғап, қымыздың емдік қасиеттерін ғылыми тұрғыда дәлелдеуге талпыныс жасаған. Мұрағат құжаттарында Әміре Айтпақин Томск император университетінің түлегі, тұңғыш дипломды қазақ дәрігері ретінде көрсетіледі. Зерттеу барысында ол қымыздың құрамы, дайындалу ерекшелігі мен сақтау тәсілдерін жан-жақты қарастырған. Сонымен қатар тарихи деректерге, соның ішінде Марко Поло жазбаларына сүйене отырып, қымыздың ежелден кең таралған сусын екенін атап өткен. Айтпақиннің еңбегі тек теориямен шектелмей, тәжірибелік медицинамен де ұштасқан. Елге оралғаннан кейін ол Қарқаралы өзінде ұзақ жыл дәрігер болып қызмет етіп, қымызбен емдеу тәжірибесін кеңінен насихаттаған. Қарқаралы аудандық мұрағатының басшысы Манарбек Кәрімнің айтуынша, бұл деректер қазақ қымызының тарихи және ғылыми негізі бар екенін дәлелдейді. Сондықтан өнімді басқа мәдениеттерге телудің тарихи негізі жоқ екен айтылады. Қымыздың денсаулыққа әсері қазіргі ғылыми ортада да кеңінен зерттеліп жатыр. Бұл бағытта Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне қарасты нутрициология кафедрасының меңгерушісі профессор Майгүл Сейдоллақызы өнімнің құрамы мен ағзаға әсерін жан-жақты түсіндіреді. Маманның айтуынша, қымыз жеңіл өнім, оның құрамында май аз, ал жеңіл қорытылатын ақуыз көп. Сонымен қатар С дәруменінің мөлшері сиыр сүтімен салыстырғанда бірнеше есе жоғары. Осы қасиеттері оны диеталық өнім ретінде бағалауға негіз болады. Қымыздың әсері тек қоректік құрамымен шектелмейді. Оның құрамындағы Б тобы дәрумендері жүйке жүйесіне жеңіл тыныштандыратын әсер беріп, ағзаның жалпы қалпына келуіне ықпал етеді. Қымыздың ашыту деңгейіне қарай оның қасиеттері өзгеретінін атап өткен жөн. 3-5 күндік қымыз қышқылдау келеді, сондықтан оны көбіне асқазан ішек жүйесі бейімделген адамдар тұтынады. Ұлттық сусын қымыздың экспорттық әлеуеті де соңғы жылдары айтарлықтай артып келеді. Қазтрейд бағалауынша, тиісті қолдау тетіктері толық іске қосылған жағдайда 2028 жылға қарай Қазақстанның ұлттық өнімдері экспорты 50-80 миллион ақш долларына дейін жетуі мүмкін. Негізгі бағыттар ретінде Ресей мен Қытай нарығы аталады. Мұнда 2 миллионнан астам қазақ диаспорасының болуы дәстүрлі өнімдерге деген тұрақты сұранысқа әсер етіп отыр. Дегенмен экспортты кеңейтудегі мәселенің бірі өнімді сақтау мерзімі. Қымыздың 3-5 күндік қысқа жарамдылығы логистикалық тұрғыдан бірқатар шектеу туындатады. Осыған байланысты өндірушілер технологиялық шешімдерге басымдық беріп отыр. Атап айтқанда, пастеризация арқылы сақтау мерзімін 30 күнге дейін ұзарту, ұнтақ түрінде шығару бағыттары дамып келеді. Сонымен қатар саланы ғылыми тұрғыда дамыту жұмыстары да қатар жүргізілуде. Ақтөбе облысында арнайы ғылыми зерттеу институты құрылып, ол дәстүрлі жылқы шаруашылығын заманауи биотехнологиялармен ұштастыруды мақсат етеді. Бастама президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ауыл шаруашылығы форумында көтерілген бағыттарымен үндес. Жаңа ғылыми орталықта мамандар халықаралық стандарттарға сай қымыз өндірісінің технологиялық тізбегін әзірлеумен айналысады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстан, Еуропалық одақ, Біріккен Араб Әмірліктері және Қытаймен ветеринарлық сертификаттарды өзара келісу жұмыстары
жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар Жапония нарығына шығу мүмкіндігі де қарастырылуда. Қорытындылай айтқанда, қымыз тек ұлттық сусын емес, ғылыми тұрғыдан зерттеліп, технологиялық тұрғыда жетілдіріліп жатқан көп қырлы өнім. Бір жағынан ол әлемдік деңгейде мәдени ерекшелік ретінде таныстырылса, екінші жағынан емдік қасиеті мен өндірістік әлеуеті кеңейіп, халықаралық нарыққа шығу мүмкіндігі артып келеді.